Сәлем достар, менің гүлім осылай ауырып қалды. Енді қазір емдік шараларын жүргізейін деп жатырмын. Ең бірінші осы жапырақтарын барлығын жұлып алып тастаймын. Одан кейін гүлімді топырақтан алып едім. Осындай тамырлары өте қатты шіріген, әлсіз болып шықты. Жапырақтары осылай құрғаған, сарғайған. Енді барлық жапырақтарын қайшымен қырқып алып тастадым. Осылайынан тамырлары өте әлсіз, шықса жақсы болушы еді. Одан кейін фитоспиринмен 1 литр жылы суға араластырып 30-20 минутқа суға салып қойдым. Женский счастье гүлі үлкен горшокты және де қатты топырақты ұнатпайды екен. Сол себепті кішкентай горшок алып, жаңадан топырақ алып, барлығын жаңадан ауыстырдым. Оның арасында 30 минутта басқа гүлдерімнің топырағын ауыстырып, витаминдерін құйып, реттеп қойдым. Қапты қалай ашқанымды көрдіңіздер ма, байқадыңыздар ма? Солай ортасынан қиып ашсаңыздар өте ыңғайлы болады, және де артылған топырақтардың аузын жауып қоюға да өте ыңғайлы болады. Гүлімді осылайынан жаңа горшокқа, жаңа жұмсақ топыраққа орналастырдым. Түбіне дейін көмбедім, көмуге болмайды. Сонымен маған гүл сататын жерде чисто цвет деген дәрі берді. Оны 2-3 күнде 1 рет гүл жазылып кетем деген. Мына гүлімді жасап қойдым. Енді кешкісін үстіне себетін себем. Мына гүлімде топырағын ауыстырып қойдым. Мына гүлді мен шопақ кезінен әдемілеп өсіргенмін. Ал мынау топырақты тастау керек дейді. Пайдалануға болмайды дейді. Сонымен енді результатын күтемін. Если әдем болып өсетін болса, результатын салып, Инстаграм парақшама бөлісіп отырамын.